Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай үлпілдек жұмсақ, таразын қажет етпейтін, миксерсіз, осындай биік, әдемі, үлпілдек 12 қасық деп аталатын пирогын пісіретін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып, сохранить етіп алыңыздар. Алдымен ыдысымызға 3 штук жұмыртқамызды, 12 ас қасық қантымызды сабаламыз. Содан кейін барып, барлығыны біркелкі болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Миксердің қажет жоқ, венчикпен де араластыра береміз. Бізде осы жұмыртқаның массасы кішкене 2 есе ұлғаю керек. Осылай кішкене көбіргеннен кейін 12 ас қасық сүтімізді саламыз. Оны енді жақсылап біркелкі болғанға дейін венчигімізбен араластырып аламыз. Бізде осылай көбіруі қажет. Ендігі кезек бізде сұйық майымызды саламыз. Бұл жерде де 12 ас қасық сұйық май. Салып болғаннан кейін жақсылап біркелкі болғанға дейін венчикпен тағы да араластырып аламыз. Енді електен шығарылған ұнымызды 1 чайный ложка разрыхлителімізді саламыз. 12 ас қасық ұн салынады бұл жерде. Барлық заттар 12 ас қасықтан салынып жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан бұл пирогтың аты итальянский пирог немесе 12 ас қасық пирог деп аталады. 1 чайный ложка разрыхлителімізді салып, енді біркелкі болғанға дейін жақсылап әдемілеп, осын венчиктің көмегімен комочка болып қалмау керек, жақсылап араластырып аламыз. Бізде бұл жерде бірдей масса болу керек. Міне біздің пирогымыздың қамыры осылай көрінуде болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогтың қалпына немесе осындай разрывной кольцоға істесеңіздер болады. Астына жақсылап фольгамен жабыстырып төсеп, жаңағы дайын болған пирогымыздың қамырын құямыз. Бетін 1-2 тегістеп әдемілеп жереміз. Сонымен үстінен өздеріңізге кез келген ягодалар салсаңыздар болады. Мен бұл жерде шие салғамын. Бізде морозилкада қатырылған шие. Салмасаңыздар да болады. Өздеріңіз қалаған зат салсаңыздар болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут енді пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде 1-2 сағат, кем дегенде 1 сағаттай комнатный температурада суы қажет. Оға дейін формасынан шығармаймыз. Осындай биік әдемі болып пісіп шығады. Формасына шығарғаннан кейін бетіне сахарный пудра сеусеңіздер болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Пирогымыз дайын. Қараңыздар, қандай жұмсақ, әдемі болып кесіледі. Жеген кезде де өте приятный, андай қатты немесе құрғақ емес, іші влажный, әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең күшті, әрі тез, жарты сағатта дайын болатын пирог рецепті. Ас болсын баршаңызға. Менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Құдай қаласа, алдағы уақытта тағы да күшті рецептілермен бөлісетін боламын. Оңай, әлі ішіндегі құрамындағы заттар қолжетімді пирогтар, тамақтардың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Алдағы уақытта кездескенше міндетті түрде жасап көріңіздер.